Құрметті достар, бүгін біз ұлы ойшыл Абу Насыр әл-Фарабидің мұрасына арналған адалдық сағатын өткіземіз. Әл-Фараби адамзаттың интеллектуалдық тарихында Аристотельден кейін екінші ұстаз деген атаққа ие болды. Биыл ЮНЕСКО-ның қолдауымен әлемге әйгілі ғалымның 1150 жылдық мерейтойы аталып өтуде. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұлы даланың 7 қыры атты мақаласында түркі әлемінің алтын бесігі бүкіл әлем үшін ұлы ойшылдарды дүниеге келді. Олардың алдыңғы қатардағылардың бірі Әл-Фараби екендігін атап көрсетті. Ғұламаның адамзат үшін маңызын, мәдени құндылығын нақтырақ айтсақ, оның туындыларының баға жетпес мәнісін жете түсіну жас қазақстандықтардың парызы. Әл-Фарабидің шығармашылық қызметіне 1000 жылдан астам уақыт өткеніне қарамастан, оның ойлары қазіргі таңда да аса өзекті. Әл-Фараби философиясының негізі адам. Ойшылдың пікірінше адамның өмірдегі басты мақсаты кемелдікке ұмтылу. Әл-Фараби өзінің көзқарастарын бір жүйеге келтіріп, оларды жалпы қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары атты еңбегінде біріктірді. Оның заманында қала сөзі мемлекетті немесе жалпы қоғамды білдіретін. Кемелденген қоғам және кемел адам қандай болуы тиіс? Адамзат ойшылдары ғасырлар бойы осы сауалға жауап беруге талпынды. Әл-Фараби бізге қайырымды қоғамның және қайырымды адамның бейнесін айқындап берді. Бұл қазіргі таңда да біздің болашақ дамуымыздың рухани бағдары болып саналады. Сонымен, қайырымды қоғам дегеніміз бұл бойларында адалдық, әділдік, ұқыптылық, ерлік, мейірім сияқты ізгі қасиеттері бар қайырымды адамдардан құралған қоғам. Қайырымды қоғамда адамдар бақытты ғұмыр кешеді. Адам өзінің ақыл ойының көмегімен шын бақыт әлеммен, адамдармен және өзара келісімді де үйлесімді өмір сүре білуде екенін түсінеді. Әл-Фараби өзінің еңбектерінде айтқандай, бақытқа тек өзгелерге жақсылық жасау арқылы ғана жетуге болады. Адамның ізгі, интеллектуалдық және адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру үшін білім мен тәрбие бір-бірінен ажырамауы тиіс. Әл-Фараби қайырымды қоғам туралы трактатында тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп атап өткен. Басқаша айтсақ, білім жинаған, бірақ адамгершілік құндылықтарды игермеген және бұл қасиеттерді өзінің бойында қалыптастыра алмаған адам қоғам үшін қауіпті болуы мүмкін. Ол әрбір нақты жағдайдың ненің игі, әділ, парыз екенін түсінуге қабілеті жетпейді де адамгершілік нормаларынан аттап, тіпті қылмыс жасап қоюы әбден мүмкін. Әрқайсыңыз осыны әрдайым есте сақтаңыздар. Құрметті достар, әрине, сіздердің әрбіріңіз кәсіби жетістіктерге жетіп, көшбасшы болуды армандайтын шығарсыздар. Әл-Фараби мемлекетте басшылар адамдарды бақытқа жетелеу үшін дүниеге келеді және тәрбиеленеді деген. Сондықтан нағыз көшбасшы болу үшін сіздер жақсы білім алумен қатар Әл-Фараби айтқан маңызды қасиеттерді бойда қалыптастыруларыңыз керек. Олар шыншылдық, адалдық, әділдік, бекзаттық, парасаттылық және ақиқатқа ұмтылыс. Сонда сіздердің қабілеттеріңіз, таланттарыңыз бен еңбектеріңіз қоғамға барынша көп пайда әкеле алады және айналаңыздағы адамдардың алдында беделіңіз арта түседі. Әл-Фараби идеялары жалпы адамзаттық сипатқа ие. Олар бір халық үшін ғана емес, қазіргі заманғы бүкіл өркениет үшін маңызды. Бүгінгі таңда Әл-Фарабидің қайырымды қоғам іліміне көптеген елдер ғалымдарының назар аударып отырғанының себебі де осы. Әл-Фараби бір-біріне көмектесетін адамдардың бірігуі арқылы ғана бақытқа жетуге болады деп жазған болатын. Қайырымды қоғамда адамдар бақытқа жету жолында әртүрлі деңгейде, қала мен ауыл аймақ шеңберінде, социумда және бүкіл жер беті шеңберінде бірігеді және бір-біріне қолдау көрсетеді. Осы тұрғыдан алғанда, әлемде белең алған коронавирус пандемиясымен күресу кезінде қайырымды әлем идеясының құндылығы қаншалықты өзекті екенін байқауға болады. Қазір бүкіл адамзат өзінің күшін осы идеяның негізінде біріктіріп отыр. Ұлы ойшылдың атымен аталған Қазақстанның алдыңғы қатарлы жоғары оқу орны Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ғұламаның іліміне негізделген. Университет 4.0 атты заманауи университет моделін құрды. Бұл университеттің маңызды миссиясы жастарды жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде елдің және әлемнің азаматтары ретінде тәрбиелеу. Біріккен ұлттар ұйымы тарапынан қолдауға ие болған бұл модель жас ұрпаққа шыншылдық, әділдік және қайырымдылық құндылықтарын жеткізу үшін қазіргі таңда халықаралық дәрежеде таралуда.
Әлемнің 12 елінде Әл-Фараби орталықтары ашылды. Және олар жер бетіндегі адамдардың бәріне жақын, әрі түсінікті ойшылдың идеяларын насихаттауда. Құрметті достар, жастардың бойында адалдық пен қайырымдылықты қалыптастыру мемлекеттік саясатымыздың басты бағыты. Елімізде жарияланған еріктілер жылы ұлы ойшыл насихаттаған қайырымды қоғамға жету жолында жасалған маңызды қадам. Білім беру жүйесінде саналы ұрпақ жобасы аясында парасаттылық мектептері, адал ұрпақ және саналы ұрпақ атты мектеп және студент клубтары жаппай ашылды. Ізгілік акселераторы, ізгілік елшісі атты еріктілер тобына қосылып жатқан жастар санының артуы көңілге қуаныш ұялатады. Әл-Фараби жылында қайырымды қоғам атты челлендж де басталып кетті. Қазақстанның 100 жаңа есімі мемлекеттік жобасы аясында жастар өздерінің еңбегінің, білімінің, талантының және биік адамгершілік қасиеттерінің арқасында үлкен жетістіктер мен белестерге жететіндігін айқын көресіз. Жастардың кадрлық резерві мемлекеттік бағдарламасы аясында жастардың үздік өкілдері анықталуда. Бұл мемлекеттің басшылық жүйесіне меритократия принципі негізінде қабілетті, әділ және адал жас мамандарды тарту үшін жасалып отыр. Әл-Фараби кезінде маған жастарыңызды көрсетіңіз, мен сіздерге еліңіздің болашағы жайында айтып берейін деген екен. Елдің әрбір жас азаматы өзінің болашағын елдің болашағымен байланыстыруы тиіс. Қазақстанның бақытты болашағы жас ұрпақтың қандай болатынына байланысты. Сіздердің қаншалықты білімдар, адамгершілігі мол, жан-жақты жетілген тұлғалар болуларыңызға байланысты. Егер әрқайсыңыз елдің және әлемнің азаматы, шыншыл, адал, әлеуметтік жауапкершілікті сезінген және қайырымды азаматы, яғни қоршаған ортасына, отбасына, елі мен жалпы адамзатқа қамқорлық жасауға қабілетті азамат болсаңыз, онда біздің болашағымыз жарқын және гүлденген болады. Әл-Фарабидің мына айтқан кеңесін әрдайым есте сақтаңыздар. Мақсатқа жетудің кілті рухани адамгершілік жетілуге үнемі ұмтылған адамның өз қолында болады. Осымен біз адалдық сағатын аяқтаймыз. Бүгінгі сабақ сіздер үшін пайдалы болды деген үміттеміз. Келесі кездескенше.